Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін біз мына автотсонда келетін сұрақтардың нақты талдауларын жасайық. Бір сұрақты талдаймыз қазір. Бұл бір сұрақты сіз білгеннен кейін көп сұраққа жауап бере аласыз. Мына сұраққа көшсек, мына жерде сізден сұрайды. Мына жерде қазақша өзім аударып берем сіздерге. Қазақша нұсқасы бар бұл тесттердің. Міне жүргізушілерге, қайсы жүргізушіге мына жерде көрсетілген жерге тоқтап тұруға рұқсат етіледі дейді. Жауаптары қызыл автокөлік жүргізушісіне, Б жауабы екеуіне де, С жауабы екеуіне де тыйым салынады, Д жауабы көк автокөлік жүргізушісіне рұқсат дейді, тоқтап тұруға. Қараңыз, мына жерде 40 метр арақашықтық көрсетіп қойған. Екеуі темір жол өткеліне дейін 40 метр арақашықтықта тоқтап тұр. Енді біз жол жүріс қағидаларының 12-ші бөлімін ашамыз. 12-ші бөлімін ашқан кезде біз дұрыстап тексереміз. Тоқтап тұруға қай жерде болады, болмайды. Міне, мынадай жағдайларда тоқтап тұруға тыйым салынады. Қараңыз. Бірінші, аялдауға тыйым салынған жерлердің барлығында тоқтап тұруға тыйым салынады. Эстакадаларда, көпірлерде, жол өткелдерде. Мына бірден кейін бірден үш кетіп атқан себебі екінші пункт жол жүріс қағидалары бойынша ол алынып тасталған. Бірақ осындай реттілік сақталып қалады, ол алынып тасталса да, түсініңіз ба? Одан кейін төртінші, елді мекендерден тыс жерлердің 2/1 жол белгісімен белгіленген жолдың жүру бөлігінде. 2/1 жол белгісі дегеніміз ол біздің басты жол деген белгі. Одан кейін бесінші, темір жол өтпелеріне 50 метрден жақын жерде. Міне, бізге керегі осы пункт. Осы, қараңыз, темір жол өтпеліне 50 метрден жақын дейді. Бізде мына жерде 40 метр деп қойған. Демек, мына жерде екі көлікке де тоқтауға тыйым салынады. Тоқтап тұруға тыйым салынады. Түсініңіз ба? Қараңыз. Одан кейін 6-шы, егер тұрғындарға қолайсыздық келтіретін болса, елді мекендерде қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған механикалық көлік құралдарының тоқтап тұруына тыйым салынады. Одан кейін 7-ші, гүлзарларда, көгалдарда, балалар және спорт алаңдарында тоқтап тұруға тыйым салынады. Түсіндіңіз ба? Тоқтап тұруға тыйым салынатын жерлер туралы айтып тұрмыз біз. Аялдау деген бөлек, тоқтап тұру деген бөлек. Осы екеуін шатастырып алмаңыздар. Құрметті оқырман, мына жағдайда жауап екеуіне де тыйым салынады деген С нұсқасы болады. Себебі бұл жерде 50 метрден жақын тұр екеуі де. Түсініңіз ғой? Міне осылайша жол жүріс қағидалары бойынша ережені түсініп алсаңыз, мысалы бір сұрақ түсінген адам, ол 50 сұраққа дұрыс жауап бере алады. Себебі осындай бір тақырыптан сұрақтар құралады. 50 шақты сұрақ бір тақырыптан құралады. Мысалы, міне сіз тоқтап тұруға болмайтын жерлерді біліп алдыңыз. Міне осы бойынша сіздерге сұрақ келген кезде сіз тоқтап тұру бойынша сұрақтардан қателеспейсіз. Назарларыңызға рахмет. Біздің каналға қолдау білдіріп, жазылып, жаңағы достарыңызбен бөлісіп, осындай талдауларды біз көбірек шығаруымызға атсалыссаңыздар, ол бізге мотивация береді.